Мінез Қытайдың бір дәнекөйінен сұрапты. Жұмсақ өміршең бе, қатты өміршең бе депті. Жұмсақ депті, тілін көрсетті. Ал тісім болса жоқ. Кішкене кілт үлкен сандықты ашады дейді. Лай суды жайына қойсаң тұнық болады. Кеудеңе өкпе реніш жинама. Көзе тамшыдан толады. Кеудеге де зіл біртіндеп жиналады. Ашу тасса ақыл төгілер дейді халқымыз. Көңілге кірбің қалмасын десең ашуланба. Қайнаған судың шәйнегінің қабырғасына қақ тұтатын білесің бе? Ашуланып түтіккеннің ашуланған себебінен де зиян. Ашу пышақ болғанда ақыл таяқ кемиді сол таяқтың жоңғаннан соң. Бабаңнан 100 жас үлкен бол, балаңнан 100 жас кіші бол. Тоғайға от түссе, қарағы мен суды бірдей жанады. Үлкен дауыл ұзақ тұрмайды, нөсер де солай құйып өтеді. Құмарлықтан асқан от, ашудан асқан бейнет, өтіріктен асқан қиянат, құштарлықтан асқан телегей теңіз жоқ. Дымы қалмай күйіп кету дегенді күл ғана біледі. Мен оңашылықты жақсы көрем. Керексіз отырыстарда өзімді қоярға жер таппай шаршап кетем. Сыннан қорықпа, сын тазартады. Сынаушылар қашанда толып жатады. Әр қайсының әртүрлі мақсаты бар. Біреулер көре алмағаннан, біреулер шынымен келсе алмай айтады. Бір нәрсе болып қалса, солай болатын біліп едім дейтіндер табыла кетеді. Біліп тұрып су лайлайтын өсекшілер де толып жатыр. Өсек кейде өзінен озып бара жатқанды қаралау мақсатында арнайы шығарылады. Арыз құрыз, жік жала есеп өссе, бір-біріңді жоқ қылар өсек ессе. Өз шешеңдің емшегін өзің турап, итке тастау дегенің осы емес пе? Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Содан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық. Деп білесің, дейді данышпан. Адам баласының бойында ең нашар қасиет күншілдік. Күншіл болма. Ол неге менен озып кетеді деме. Мен неге оған жетіп озып кетпеймін де. Кісінің денсаулығын титімдей сатқындықтың өзі бұзады. Көп білгенге көп надан болады қас. Мәужүд пен мансұқты ол айырмас. Бәйтерек те күндейді көлеңкесін. Байқап тұрсаң осы жұрт саған ұқсас. Пенденің сауабы таразыға түскенде жақсы мінезден пайдалы ештеңе болмайды. Жақсы мінездің дәрежесі ораза ұстап намаз оқығанмен бірдей. Шын кішіпейілділік адам таңдамайды. Шын әділдік өз адамдарын өзгелерден айырып қарамайды. Шын білімге зұлымдық жат, шын жанашырлық туыстарға ғана болмайды. Шын сенім алтын көрсе айнымайды. Мінезің қабілетіне дұшпан болмасын. Ішкі жан дүниең сайрап, еркін өзіңде болғандықтан да ақыл көйсіп қажеті жоқ. Санаң тайталасып тұрғанда сезімге бас ұрып және қажеті жоқ. Мінез, қулық әркім өзінің кейпін көрсететін айна. Біздің халық ат жарыстырады. Бір елдерде ит таластырады. Қораз шоқыстырады. Бұл да мінез. Көрсе қызар болма. Қызықты қуып іздеме. Ненің қызығын көп іздесең, соның азабын бір тартасың. Қарғыстан абай бол. Дүниеде қарғыс жаман. Біліп айып жасаған зауал бар. Алданудың ең төте жолы өзіңді өзгелермен қумын деп есептеу. Бір адамнан немесе бір топ адамнан қу болып шығу мүмкін шығар, бірақ барлық адамнан қу болып шығу мүмкін емес. Бәрібір біреу болмаса біреу ішінде
не жатқанын біліп қояды. Сыр жасырғысы келген адам өзінде жасырын сыр бар екенін жасырғаны дұрыс. Ұстамды бол, ол мінезділіктің белгісі. Нар түйеге оқ тисе, жай түйедей бақырмас, артқы аяғын бір сілкер. Рухыңды биік ұста, тән үшін сүрген өмірдің рахаты болмайды. Тән үшін сүрген өмір азап шектіреді. Рух үшін сүрген өмір ғана рахатқа жеткізеді. Бірінші тілегіңді басып тастамасаң, кейінгілерден қашып құтыла алмай қаласың. Өзіңе тілемеген жамандықты басқаға да тілеме, өзіңе тілеген жақсылықты басқадан да қызғанба. Біреу мақтай қалса, көпінбе, мақтауға лайықсың ба? Жоқ, бекер айтылып тұрма. Ішін біліп тұрады, өзіңді алдама. Шәуілдік қанденді бульдогсың деп қайта-қайта көтермелей берсең, шынымен бульдог шығармын деп қалады. Жағдайың қалай деп сұрай салғандарға бар шынымен жағдайыңды айта жөнелудің қажеті жоқ. Егер біреуді нашар деп, оңбаған деп, болмағыр деп айта берсең, ол шынымен солай болып кетеді. Өзі құлдырап жүрген адамға барлық дүние құлдырап бара жатқандай болады. Жаманға ылғи жаман көзбен қарау дұрыс емес. Жақсылықты жаман көңілге де егуге болады. Өйткені ол тас емес, көңіл ғой. Екі құлаққа бір тіл келетін екі есе тыңдап, бір рет сөйле деген емес пе? Тілің мен нәпсіңе ие бол. Бос сөздерді алып тастауға кеңес беремін. Қалай сөйлеуді үйрену қаншалықты керек болса, қалай қай жерде сөйлемеу соншалықты керек. Менің сөзім, менің уәдем. Сөзден тайсам, уәдесіз болғаным. Патшалардың сөзі ісіне ылғи сай келе бермейді. Өйткені сарайда олар естірмейтін күштер болады. Айтылуы тиіс сөзді айтпай қалып, ішіңде жинай берсең, ол да жаман. Атылмаған оқтан айтылмаған сөз жаман. Түтін шыққан жерден от та шығады. Айтылмаған сөзің түтін, одан от шығып кетуі мүмкін. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді қазақ. Британ парламентін таусылмайтын айтыс-тартыстардың бірінде бір Черлиге: мен сіздің әйеліңіз болсам, кофеңізге о салып берер едім депті. Черли кішкене уақыт өткізіп, жұрттың мысқыл күлкілері басылған кезде, егер сіз менің әйелім болсаңыз, ол уды ойланбай-ақ ішіп салар едім деген екен. Тіл ақылдың алдына түсіп кетпеуін қадағала. Біреудің айтқысы келмей тұрған сөзін сұрап мазалама. Сұрақ қою біреудің ішкі жан дүниесіне зорлықпен ену секілді. Өйткені кейде айтқысы келмейтін, есіне түсіргісі келмейтін нәрселерді сұрап, адамның жанын ауырту мүмкін ғой. Сөзіңді қанша түрлендіріп айтқанмен, бәрібір ар жағында не жатқанын көрініп тұрады. Өзгені өзіңнен де артық түсінсең қайнекей. Францияның ең әдемі қызының өзі тек өзіне барды ғана бере алады. Сөздің мағынасы болу үшін айтатын ойың болу керек. Өз пікіріңді алдымен өзің құрметте. Айтылып, аяқсыз қалып қоятын сөзді айтпа. Айтқан әрбір сөзің мен жасаған ісің өзіңнің табиғатыңа, өмірлік принциптеріңе сай болса, адамдар қалай ойлап қалар екен деп жалтақтама. Ал егер баға артық болып кетті-ау деп те қысылма. Дұрыстығына сенсең, өз бетіңше еркін өмір сүр. Сөз бен ақиқат екі түрлі болған кезде сөзіңнен тез қайтқаның дұрыс. Айтқан сөзің түсініксіз болса, айтар ойың түсініксіз болғаны. Кейде үндемей қалу да үлкен сөз айтқанмен бірдей. Үндемесем өзіме өзім төремін.
Үндесем, сөзім өзіме туре депті. Өзіңді өзің тежеуді үйрен және оны ұдайы жаса. Себебі өзін өзі тоқтата алмайтын адам тежегіші жоқ машина сияқты. Қызғанба және қызықпа. Адамның көзі өзгенікін өзінікінен бұрын көреді. Оған әдеттенбе. Алтын тақта алтын асықпен ойнап отырып, көршілердің күміс қасығына көзің сатады. Көршінің сиыры өліп қалса, қуанып қалатындар да кездеседі. Мен бір басшы қызметкер инфаркт болып қозғала алмай үйінде жатып қалғанда қарамағындағы одан маз қысым көрген бір директордың мен де барып оның жанының қалай қиналып пенде болып жатқанын көрейінші дегенін естігенде төбе шашым тік тұрған. Шыдамсыз болма. Шыдамсыздарға қымбатқа түсетін нәрсені шыдамдылар тегін пайдаланады. Ішіндегі ойың жасырамын деп те көп сөйлейтін мылжыңдар болады. Ештеңе ойламайды демесін деп те көп сөйлейтін мылжыңдар болады. Көп сөйлеу мен көп айту екі басқа. Біреудің әзілін көтеріп үйрен, бірақ өзің әзіл айтуға абайла. Оның әзілді қалай қабылдайтынын қайдан білесің? Өзіңде бардың барлығын бір-ақ рет көрсетіп қалма. Ертеңінде күн бар. Адам жұмбақ, ол түгел шешіліп болған соң қызық болмай қалады. Екі нәрсе есіңде болсын. Лажы болса мұң шақпа мен ешкімнен ештеңе тіленбе. Көбі мұңыңды бәрібір түсінбейді. Сөз етеді, көңілің қалады. Сұраушылының сүйген асын кім берер? Кімнен нені қай көлемде сұрағаның сенің ақыл парасатың, мүмкіндігің, ұятыңның өлшемі. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Әсия Ерболқызы. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар.